білгені керек. Бұрын сетевойда жұмыс жасап көрмегеннен кейін басында ойладым, я все могу, я за один месяц я все сделаю деп. Оказывается, нет, это надо обучаться, это надо научиться уже говорить, адамдармен сөйлесу керек, иә. Бірақ бұл сетевой мені үлкен бір тәрбиелеп жатыр. Енді тәрбиеленудемін, әлі де үлкен өзім сабақ аламын деп ойлаймын. Себебі бұл жерге келгелі көңілді жүретін болды, күліп жүретін болды. Сонда адамға күшті көңіл сыйлайды. Адамдармен бұрын қарым-қатынас жасай алмасаң, қазір ол кісілермен сіз кез келген адаммен күліп сөйлесе аласыз. Бұрын бір жағдай болса, даже бір пробкада тұрып қалсақ та, не болып қалсақ та, жынымыз толасырап, қазір мындай емес, наоборот, довольный. Сол моменттерде бір жақсы нәрселерді ойлайсың. Енді сетевойдың ең бір несі, мен енді айтамын, басқа ештеңе істегім келмейді, только сетевой компания, именно биоси арқылы. Енді біздің өзімнің ортам менің өте енді қарапайым, сондай болады осы шүкір деп қалған ортамыз ғой. Сол кісілердің барлығына жалпы Қазақстандағы нелерге түсіндіргім келеді, осындай жетістікке жеткізгім келеді да. Сіздер де соны көрулеріңіз керек, осындай мүмкіндікті сіздер де көріңіздер деп айтқым келеді енді. Сондықтан бәріміз дұрыс жолдамыз деп ойлаймын. Ешкімді алдап жатқан жоқ. Әркім өз қалауымен тек қана шынымен осы қалауымызды орындап, жалқаулығымызды жеңіп, әрекет етсек, біз шынымен үлкен жетістікке жетеміз. Тек қана өзіміз үшін. Молодец, Айгерім. Керемет. Айгерім, сен неде болдың ғой, Астанада? Болдым. Мен сені жақсы естімде қалыпсың, аха. Сосын сен де болдың конференцияда. Айгерім болды. Сендер де болдыңдар, айтпақшы. Айгерім сөз берген соң маған келесі жолы келген кезде мен директор боламын деп. Тура айтқанда сөзінде тұрып келесі директор. Келесі келгенде біз де болайықшы. Болыңдар. Сөз бердім, мен айтқан сөзінде тұрды. Мен сөз бердім, өзімді таныстырып кетейін тағы да. Раиса Айгерім, жасым 29-да. Астана қаласында тұрып жатқаныма 15 жыл болды уже. Осы жақта үйіміз бар. Күйеуім, екі қызым бар. Оқу бітірмегем. Оқуға түстім, 3 оқуға түстім, бірақ постоянно әйтеуір шығарып жіберді оқудан. Короче, оқи алмай қалдым. Мен 9 бітіріп, 18 жасымда күйеуге шықтым. 18 лет замуж вышла, 19 уже родила. И с тех пор, короче, бір жерде жұмыс жасамаған адам, по идее, вообще нигде не работала. Я всегда работала на... То есть 2 рет тоже кафе аштым, 1 лет букмекерский конторада, 2 ішінде столовыймен жұмыс істедім, я сама как повар еще. Традиционный бизнес. Традиционный бизнес, да, всегда. Сол жөнінде поподробнее айтып өтсең. Аха, сол жөнінде өзім жаңа енді ашқанда енді үйден ашқан жоқпыз, арендовали. Арендатор болғасын, по-любому сен біреудің ақшасын шығарып отыру керексің, 200 мың аренда. Бір кафемда 200 мың болды арендасы, плюс еще сенің посудаң, столың бар, менюң бар. Короче, былай бір какой-то кішкентай бір бизнес ашуға 1 миллион ақша кетіп қалды. Арендаға алдың сонда получается? Арендаға алдым, посудасын бәрін өзім сатып алдым. И как раз доллар поднялся в то время. Какой это год был? Это был год, так, 4 года назад, да? 15-те біз соны алған кезінде қай жерде осы Астанада ма? Астанада, Юго-Востокта, Конечка бар ғой сол жақта. И күшті жұмыс істедік, 2 ай бойы істедік, жақсы я вытащила деньги, себе машину купила. И тут резко доллар поднялся, аренду подняли, продукты резко подорожали, помните, да? Продукты резко көтерілді. И все, 2 айдың ішінде мен даже салған ақшамды дұрыстап шығарған жоқпын. Какой-то часть вытащила. А дальше уже аренду подняли, продукты. И представляете, шашлык у нас было всегда 450-500, а тут уже так не продашь, по-любому 700-800 болып кетті. Сонымен, короче, 4 ай ұстадым, уже прибыль жоқ, кәдімгідей. Адамдардың ақшасын төлеп қана отырдым, аренду только копейку в копейку вытаскивала, а что сидеть. Ну, я и закрылась там. Потом бірінші бизнесімді мен 20 жасымда аштым. Тоже сол ғой. Жаңа арендасын шығару керек. Адам біресе бар, біресе жоқ дегендей, короче. То есть ол бизнестің де талай қиындықтары бар ғой? Өте көп қиындықтар. И сосын былай қарасаң, прям бүйтіп байып кеткен жоқ емес оның бар. Әйтеуір ойымда болды, что я должна что-то открыть, что-то сделать. Әйтеуір что-то двигаться надо деп ойладым. Да, я это сделала, главное. Теперь я успокоилась. Поняла, в общем, да? Да, я поняла, что все уже. Как бывает в традиционном бизнесе, да? Что я туда уже не пойду.
Потом уже дома, я вообще дома никогда не сидела, правда сказать. Родила-то 9 лет назад первую дочку, вторую вот недавно родила, год назад. И вот бір жыл ғана отырған екен, сол бір жылдың ішінде тоже отыра алмадым үйде. Арифлеймға кірдім. Тоже, я не знаю, как-то первый опыт это был. Арифлеймға кірдім. Тоже таргетпен, как-то я к ним попала, проинформировала. Это вот недавно, перед бесей. Ну где-то, наверное, полгода назад, да? Полгода назад, да. Арифлеймға кіріп, жаңа 35 мың теңге ақша салып, ну, үйде отырған адам ғой, это чашка. Күйеуімнің зарплатасынан алып, еще жаңа балаға ақша төлейді ғой, екінші бала соны алып, екеуін қосып, жаңа 35 мыңға заказын салам. Бірінші заказын, бірақ мен ол жерде түсінген жоқпын, что адам шақыру керек, адам қосу керек, сол кезінде сен өседі екенсің. Просто мені қосты, осындай зарплата саған шығатын болады. Блин, так объяснили мне просто. Я никогда не понимала этот бизнес. Вот такой зарплат шығады, бірақ сен ай сайын осы заказыңды алып отыр. Заказыңды ғана алып отырды. Ну, конечно, да. 3 ай алдым, 3 ай емес, 3 рет алдым. Там же каждый 21 день на 30 тысяч. 3 рет алдым. Ну, это уже все по карману бьет, 100 тысяч, да? Во-первых. Во-вторых, одна косметика. Уже никто не моется дома, уже шашек кеттік, шампунь, одна косметика. Кір жуатын, посуд жуатын, это же все отдельно мы покупаем. Да, а здесь конечно, только косметику берешь, да. И все, я думала, что на этом бизнес закончится уже. Одан басқа ойлағам, что такой бизнес не бывает больше где-то. Я ушла оттуда. Я еще как ушла, как будто бір фашист құсап қаштым. Сені бір предатель санап. Мне же до этого говорили, не предавайте свой бизнес. Короче, конкретно готовили. Мә ана жерден кеткенде ұрғып бүкіл телефондарымды заблокировала. Все контакты, всех спонсоров, короче, заблокировала. Командамыз. Прям удалила бәрін номерін ауыстырып, короче. Әсем Мирбаеваның командасы. Потом у нас работала Перизат Беркенова, вы же знаете ее все, да? Вот, Перизат Беркенова Арифлеймда менің астымда болған осы. Мен оны гонять ететін дом, давай заказын сал, давай заказын сал. И ол заказын бір лет салды, уже все, ушла, короче, от нас. Потом, короче, я ушла за ней, наблюдаю, короче, она где-то поднимается постоянно, у нее так хорошо все. Сосын Перизатқа шықтым мен. Перизат, привет, помнишь меня? Я Айгера, короче. Да, помню, Айгера. У Биосиде уже Перизат, получается. Я уже Биосида, инстаграмна уже көріп жүрмін, что она растет, и что-то она показывает, постоянно снимает. Ну, я вышла к ней, я говорю, что за бизнес, чем занимаешься, короче, вот такой компания. И вот через не хочу, это салтама, вот так, короче, хочешь, давай, не хочешь, не давай. Я так рассказала, я так посравнивала, в принципе, есть же разница, 30 или 18 тысяч. Конечно. И тут говорят, үйге керек затын аласың, не то, что косметика. Мә осы ойладым, байыма айтам күйеуіме, я говорю, давай я буду работать. Ну, конечно, на меня наехал, ты что там сидела, 100 тысяч, туда бухнула какую-то косметику, зачем, короче. Я ему говорю, дай мне 4 месяца времени. У меня как раз на второго ребенка я получаю 18 тысяч, как раз 18 мың аламын да, екі шалаға. И 4 айға қалды алатын ақшамнан. Сосын мен айттым, давай осы 4 ай маған срок берші, соны мен ала берейінші, короче. Ну и так өзім алып отырмын, но я буду на памперсы экономить. Мен памперс кигізбеймін балаға лишний раз. Там мынау, короче, все буду стирать, так. Жарайды, алшы, сол 4 ай қалды ғой енді, короче, соны ал. И я ему сказала, 4 айда мен зарплатқа шығамын. Дай мне время. И сол баланың 8 айынан 12 айға дейін 4 айдың ақшасын, жаңа Биосиға 4 месяца. Мен 2 айдықын ғана салдым, и то мен оны сатып жібердім, алып шықтым. 2 айдықын салдым, 2 айдықын салғанда жоқпын, потому что зарплата у меня первая упала 67, 98, 100, 120, короче. Керемет. Ал, короче, я ему обещала, и я сделала. Мінекей, 4 айға жетпей қалды, 2 айдың ішінде істедім оны. Директорлығын жасадың 2 айда, иә? Істеп бердім, зато жаңа 100 мыңда қайтардым Арифлеймға кеткеніме. Все, главное, я ему рот закрыла, все. Теперь он просто ходит и поддерживает меня. Ой, Джан, там, не ок. Да. Нормально. Мінекей Биосиде, получается, көрдіңдер ма, қыздар, за короткий срок можно сделать директорство. Вообще, мен айтам ғой, вот менде фабелик істедім ғой. Ол жерде директорлық товарооборот 2,5 миллион теңге ғой. Ну, жарайды 2 миллион, 2,5 дейді. Бізде 850 ақ мың теңге. Сол үшін мінекей біздің қызымыз
Айгерім. Мен сізге бір нәрсе Айгерім айтайын, бір біздің секрет. директор болды мінекей. Екі Когда, айда. помните, форум Астанада болғанда мен бардым ғой, сол кезде меня поздравляли 18% деп. Я была не 18%, я была тогда 9%. Ага. На самом деле. Ага. Но мне приписали 18 деп. Ну, может, там ошиблись, наверное, да? сөйтіп алып келген Жоқ, өзі солай алып келген. Мен Мен вообще... мотивация Да, какая. да, Үйрену это керек была қой мына мотивация, мотивация. керек нәрсе Вообще я не знала, что я на сертификаттар мен 9. әкеліп алмасам Түсіндіңіздер ма? Мен вообще білген жоқпын, өйткені мен отчетпен жұмыс істеуді білмеймін. Просто Ага. тупо жұмыс істей беремін, Ага. отчетты қарамаймын, жаңа статусты көруді білмеймін, ондай. Білмеймін енді, все, я Ага. просто тупо делаю. И тут в один прекрасный день маған айтады, Айгер, сен 18-ге шықтың, бітті отрывын ұста, ты директор дейді. Мгм. И я начинаю сонымен жұмыс істеп жатырмын, отрыв деп бөліп жатырмын. И бір күні, короче, отчетпен жұмыс істеуді үйренемін. Отчетқа кіріп қаламын, 6% дейді. 9 тұрында бітті, 9-арда жоқ, короче. Қалай жоқ, мен 18-де жүрген адаммын да, короче. Сосын барып спонсорға шығамын. Я говорю, ты чё, говорю? Ага. Я мынау не полей, говорю, ты же сказал, что я 18. Нет, Айгера, ты была на 6, в этом месяце только на 9 вышла, дейді да. Мгм. Мен уже отрывын дайындап қойғанмын ғой. Енді осы айда отрывын ұстасаң, директор болсын. Я говорю, қалай мен 9-дан директор боламын, короче. Боласың, Айгера, делай, короче, астынан директор Айгерім астынан директор шығып кеткен ғой. Шығып кеткен Содан ғой. кейін директордан бөлек мына қыздар түсінбей жатыр, көзі банкіда. Потому что мен тіркелгеннен кейін фактически мына жақтағы баковинасы директордан қарлығаш бөлек кеткен. Да, Айгерім супер, Айгерім ханым да супер деп дейді. тұр, иә, потому что астыдан директор шығады ғой. Сонда мысалға, получается, Айгерімде мына жақта 6% беріп тұр да, директордан бөлек. Значит, она фактически 6%. Потом она 9%. И она спонсор айтады ғой, сен отрыв ұстасаң, сен уже директор. Айгерім айтады, как это мен 6%-те тұрып, мен отрыв ұстаймын да директор боламын. Директордан бөлек 24 адам болса болды ғой, уже сен директорсың тоже полноценный. Да, сөйтіп, короче, 9%-да поздравить етіп, короче, вот директорский поздравить. Вообще я золото обещала, не получилось. Потом все. Ничего, если где директор, там и золото, там где золото, там и бриллиант. Так что все будет. Мен сол цель қазір бриллиант қой қыздар. Істеймін, жасаймын мен барлығын. Это все неше уақытта шығасың бриллиантқа. Мен вообще Сен до негізі Нового өзің года мында деген. аузың дуалы екен да. До Нового года деп өзіме. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, басқа компанияларда көп естисіздер, мен құлап қалдым, қайттан көтере алмай қалдым. Мысалы, Арифлемде көп естідім. Ой, уже слабый адамдар шығады. Солай құлап Құладың ба, қалдым. Бұл жерде по-любому көтерілу құлау керексің. дегенді естімеген, мен биосияға келіп, мен құлап қалдым дегенді мүлде естімедім. Наоборот, естіп жатам, мен биосияға келдім, не кетіп жатырмын, осылай айтып жатыр. Вообще мен бір қыздың аузынан естіген жоқпын, мен құлап қалдым деген сөзді осы уақытқа дейін біледі. Может болған шығар, Бірақ сен естіген жоқсың. Естімей Естімей-ақ қой. болмайды онда, өйткені биосияда А сен жатеге подаркың бар еді деген. Жоқ, бұл подарок, короче, былай ғой. Алдында мен күшті парфюмдер алдым, Навиго деген. Бірақ Әсен Татьяна жерде интерес гонить етіп жүр. Қайдан алдың, что-то мен таппай жүрмін деген было что ли, да? Да, Что-то. я, Навиго И жоқ. собственно ойладым, Акси, наверное, хочет Навигу, но не может получить нигде. И я ей решила подарить Навигу. Класс. Құтты болсын, Арсен. Кстати, ұнай ма, білмеймін. Кстати, мен соны шашып келдім. Мен осыны шашып келдім, маған ұнайды. Қазір Навиганы естіп ма сізде? Иә, мен осыны мен шашып келдім. Таки алған жоқпын мен. Есть чуть-чуть? Давайте бәріміз ашып көрейік. Керемет. Ашпағанда. Иә, мына жерде дәмханада отырмыз ғой, ол дәмханада кішкене сіңдіріп алады, иә, майдың иісі нелері. Сосын мына парфюм жайында мен бір ауыз айтып кетейін. Оказывается, біз айтып тұрмын, жаңа мен айтып тұрмын ғой, майдың жаңағы несі сіңіріп қалды деп. Оказывается, егер де парфюм сіздерде ұзақ тұрсын десеңіздер, наоборот, кішкене мынау денең кірі болса, очень бар ғой. Жақсы тұрады екен, да? Иә. Не то, что шаң, а вот мынау сальный дейміз ғой, железо, сальный железо, кішкене біраз жаңағы. Сол нетеді екен өзіне, сіңіріп алады екен, көп тұрады екен. А сен только душтан шығып, мысалға нетсең, шашып алсаң, ол кішкене азырақ тұрады екен, понимаете? Кішкене кір болып нету керек та, бір күнге. Иә, вот жұмысқа шыққанда нетесің ғой, жаңағы парфюмді шашасың ғой, онша иісі тұрмайды. Сосын жұмыстан келсең, Иә. оказывается, когда вот действительно Да, сальность, когда есть,
даже өткенде Кутузова айтты, говорит, кішкене көбірек тұру үшін даже мынау крем жағып алып кейін үстінен шашу керек, понимаете? Ну крем анандай емес енді, чтобы слишком иіс бар крем емес. Раскроется. Слишком иіс бар крем біраздан емес. кейін Когда нетеді екен, раскроется, иә? вообще күшті болады сияқты. Мынау емес. Қыздар бүйтеді, француздар жуынбайтын болған соң парфюм ойлап тапқан. Ой, молодец. История мировой культуры әсем. Бізде Жүргеновті беруші еді ғой. Вот история мировой культурада айтатын. Осы Франциялар туралы ше, Франция елі туралы. Шынымен олар деген жуынбайтын ғой, вообще жуынбайтын ғой франциялықтар. Бір какой-то раз, бір какой-то император, какой-то бір король, бір какой-то король, оказывается, деген өмір бақи жуынбаған ғой. И біреу жуынып, инфаркт па бірдеңе болып қапты. Жаңағы ана судан әбден қатты шошынып қалған екен да. И өмірінде бір-ақ рет шомылған екен сол адам. Мен әлі өзім есімді таппағам, шыны керек, биоседір. Прям дашанчы дегенсің ба? Мынау ашылғанда нетеміз. Но маған ұнау керек негізі. Я жақсы иіс, Навига. Өте жақсы иіс. Отырысымыз өте керемет. Өзіңіз Иә, өзім таныстырмаған осы кісі деймін тағы да. Дәурен Дидар, иә? Стандарт көремін да. Біз сізді тыңдағымыз келді. Нағыз лидерсіз ғой, тыңдағанды жақсы көрсеңіз. Менің атым Дәурен. Осы Биосиға мені Әйгерім 2 рет шақырды. Бірінші рет игнор болды. Өйткені алдында кішкене біраз пирамидаларға кіріп кейіп желание болмады. Екінші рет шақырған жоқ, екінші рет уже өзім келдім. Өз аяғымен. Қалай болды десеңіз, былай болды да. Кәдімгі жұмыс істеймін. Айлық табамын 300 мың айлық табамын айына, бірақ жетпейді. Сосын ойладым тағы да бір какой-то жұмыс табу керек. Потому что кешке қарай қолым бос қой енді жұмыстан кейін істеуге болады. Интернеттарда біраз нәрсені қарап шықтым. Бинарный нелер болады жаңағы продажа, соларды көрдім. Сосын NL-дің программасын көрдім, регистрацияға кіріп, обучениесін өттім. Сосын есіме түсті Әйгерім. Әйгерім бір сетевойда жүріп өтті. Соны сұрақ не сетевой? Может, NL шығар. Мен жолдасыма звондадым. Негізі Әйгерім мен жолдасымның келіншегі болады. Жолдасыма звондадым. Әйгерім қандай сетевойда жүр? Айтпыш. Өзің сөйлес, астырсат Әйгерімге. Әйгеріммен сөйлестік, бұл нормально. Мен саған дейді, қазір бизнес-план лақтырам дейді. Лақтыр. Бизнес-план жіберді, түсінбей қалды. Что такое? Обычно бизнес-план. У вас я видел, да, вот в YouTube ваши видео, вы там чертили вот это. Да. После этого я немножко начал понимать. До этого. И сол. Келе жатыр енді, істеп келе жатыр, анда-санда шығып жатамыз, кейде қол тимей қалады. Шын керек. Негізі тыныштықты жақсы көремін, былай. Кешкісін прокачкаға қатысқанда бөлек үйден шығып кетіп, мына ішіне кіріп аламын да, жалғыз өзім, тып-тыныш сап-салқын и прокачкаға. Күшті жасайсыз, от души делаете. Комментарийлар. Даже комментарий. Өйткені каждый комментарий енді ойлану керек қой. Молодец. Күшті жасайды. Вообще ер кісілер сетевой бизнесте вообще көбінесе жолы болғыш болады. Потому что, во-первых, вообще сізде шарм біріншіден не үшін? Сіз ер адамсыз. Сам по себе мужчина притягивает противоположный пол. Уже сізде преимущество бізге қарағанда. Понимаете? Сіз өзі не то, что там какой-то бір не үшін, да, а вот просто, это просто, ну, притяжение физика ғой, әйел еркекке тартылады деген сияқты. Вот сізде, мысалы, сізде сол преимущество сізге пайдалану керек, сізге көп адам шақыру керек. Вот. И сізде өте жақсы именно әйелдердің командасы жиналуы мүмкін де. Понимаете? Мен вот қанша ер кісілерді білемін, мысалы, Ербачев бар ғой, фабилектер. Еркен Ербачев. Иә, ер кісі, вообще бар ғой, керемет қой енді. Сетевойды түсінген ер адамдар бұл жерде обязательно бір нәрсеге жетеді. Вот сіз түсініп тұрсыз ба? Еркінге шығу керек. Вас я прям вижу потенциал. Реклама, таргет, бәрін. Алифеймнің бриллиантты директоры ғой. Иә, Бриллиантты директор. главный нетіп қалмау керек жаңағы. Просто бізде былай ғой,
бір тоқтаса адам сол зона комфортаға кіріп қалады да, уже істегісі келмей қалады, там уже сомнение сосын деген отыра береді, таракандар ұқсап сомнение пішір жаңағы таракандар сияқты елестетіңдерші, анау сомнениялар көбейіп кетеді да. Ол болмас үшін кіш дейміз да, короче, и движение постоянно, она надо все время отгонять вот этих тараканчиков, которые в голове. Раскрыла, заметили? Да, күшті болып Мягче тұрады. стало уже, что Все, и главное тоқтамау керек, сол сіздің жасап жатқаныңызды күнде жасай беріңіз. Дәурен дедіңіз ғой, Мұстафа, қуаныштымын. Нешедесіз, құпия болмаса? Мен 33-темін. Биыл ала жаса 34-ке келем. Негізі жаңа кинет дедіңіз ғой, сол В кинетта смысле, екі болған. қыздың ортасында. Кинетта істегенде біз блокнот болды. Біз 500 адам списогімен жұмыс істедік. Потому что жестче условия. Какой-то Когда опыт чем Да, жестче онлайн деген условия, Тем лучше десейші. встреча. тем лучше, иә. Өзі солай. Мына жерде мысалы жеңіл ғой вообще. Қайсымен қас мерекемен де. Иә. Ешкімді жамандамайсыз, бірақ салыстырмалы түрде мереке өзін тауып алады ғой. қайсымен. Но сол кезде кішкене адам болсаң сейдші, а когда жестче условия, вот как когда-то Арифлейм деп мына Өзбекстан қалай жұмыс жасады. Вот прям ана судан қанша товарлары ол подпольно жасады ғой, әлі күнге дейін подпольно мысалы қанша дүниелер ана өзеннен бір-біріне беріп жеп жатқан кезде мысалы өзен үстінен ағып кетті жатты көз алдарында товарлары. Сонда да жасады ғой. Вот мы открываем Мир Арифлейм деген журналды, иә. Там Өзбекстан шыққан жаңа лидерлер ше. Иә. Қазақстаннан бір-екеу ғана. А қандай жесткие условия. Аналар деген қалай жұмыс жасайды? Бізде ешкім не жоқ, ресми түрде ашық қойған жасап жатыр, но аналардың результаты көп те. Сонда көрдіңіз ба, қалай жұмыс жасайды адамдар? Өзбекстанға шықтым мен осы айда. Өзбекстанға шығу керек. Тілдері не? Бізде қазір BSD-де Адамдардың өздері де қиындау. Олар бар ғой кішкене нелеуші енді ол жаққа. Сенімсіздеуде и өздері хотят сол. Мына жақтан болса Қыздармен екен. легче, да, конституция? Да, өзбектер өздерімен. Иә, вот сол мына бар ғой бір туысты табу керек негізі. Сол жерден вот сіздің вот А, есть у меня. кровяной бір адамыңыз болса, кровь-то своя, ол никогда нет кетпейді ғой. Вот сондай біреу арқылы шоғырландыру керек, Шайгер. Бір адам Түркістан, который сатып Бақтыгүл кетпейді. өзбечка, кажется. А замуж она за кыргызы вышла. Бақытгүл жіберу Өзбекстан керек. тартып жатыр ол қазір. Бақытгүл деу керек қой. Короче, ана ертең открытие болған еді Өзбекстанда. Соған Бақтыгүл барады, командамды алып барамын деп тұр. Осы жерде 2-3 қыз жіберемін. Ой, осы жерде еттім ғой. молодцы. Бішкектен кетеді. Бізде не ғой? Бішкек Бізде BSD-де оңай болған сайын қиындық тауып алады ғой біздің адамдар. Оңай болған сайын. Қазір вообще оңай болып жатыр ғой. Мен бастаған уақытпен енді вообще салыстыру мүмкін емес қой. Бірақ қана офис болатын, Астанадан ғана алатын адамдар бүкіл мысалға талай адам жылаған ғой, ойбай, бірақ қана офис. Катядан аласыз. Мен Катядан аламын әлі күнге дейін. Әуезовадан, иә? Иә. Сол құршып кетті, үйіне көшті. Үйіне көшті ма? Жаңа бір кісілер жазып Оның адресі қандай? сіз екеуміз жаңа Астанада отырып бір фотомызды салып жүрсе, бір кісі айтады, менің бір қырғызым. Үйбай бүгін Ошта кездесіп жатыр, Садықовамен өмірбай Ошта келу керек ғой деп. Астана Жоқ, мен енді Ошқа бара алмадым енді. Өткенде ғана екеуміз болдық қой, неде Бішкекте. Ошта кездесіп. Соған Ошқа барамыз деп ойлағанбыз, бірақ енді ертең мысалы Көкшетауда болайын деп жатыр. Сосын Көкшетауда енді адресі қандай? Шүйда педагогический колледжде. Таңертең сағат 11-ден кеш сағат 5-ке дейін. Ертең первый день полностью продукция и анандай айтты ғой Қырғызстандағы даже одан да углубленно прям полностью мастер-класс жасап тұрып азаннан кешке дейін сөйлейді деді бір ақ адам. Сол өзі Ирина Кутузова. 11-ден 5-ке дейін. Ал ертеңгі күні ол жаңа выступление лидер не болады шығып негізі өте жақсы мына продукцияға міндетті түрде барыңыздар. Өйткені сіздер мына уже продукцияны білсеңіздер, иә? Ол біздің негізі неміз ғой, бұл в хорошем смысле біздің қаруымыз ғой продукция, былайынша айтқанда біздің фундаментіміз, иә? Иә, егер де сіздер соны білсеңіздер, жаңа продукцияның қандай екенін эффектісін. Ертең первый день что будет? Первый день продукция. А екінші күн выступление лидеров полностью продукция баруға болады. Сол жақсы да көп нәрсе біз білмейміз біз шыны керек. Екі сағат қой бізге, иә?
Таксилермен Астанада отырмыз біз мінекей. Мужа попрошу. Қалайсыздар? жақсы ол ана продукция керек бәрімізге Болады, керек. иә, личкама Мен хабарласыңыз. біз почти ылғи ғана жаңағы бизнес жағын еттік қой. Директке жазыңыз, қазір мен уже Өнім білген прямойдан жақсы. шыққаннан кейін сізге жауап Өнімді беремін. білсең любой уақытта даже мына прямойдан да шығып айтып командаңа да айтып ол жақсы. Бізде бірақ ол компания өзі істейді оны ше, менен емес. Компания мысалға ана жақта болған жоқ, айтты чисто мотивация болды Астанада Продукция деді. жайлы. Бірі жіберді, Продукция жайлы Астанада білмеймін, октябрьде тағы бір форум болады, бірақ енді ол кезде продукцияны қосамын қоспайды. А сен Атырауға сен самолетпен ұшасың ба? Алматыдан? Может, даже на машине. Бізде мына жерде Астанадан алыс па? Атырау Астана алыс па? Астанадан алыс па Атырау, қыздар? Алыс алыс. Машинамен ба? Жоқ. Жоқ, пойызбен. Пойызбен. Жоқ, самолетпен енді 2 күн жүрмейтін бе? Жұмысы басталып отыр екен. Самолетпен мен 2 сағат па? шарым ба? Ага. Жақсы жаным, давай, все. Мен Атырауға емес, Москваға дайындалып отырмын, мен ассамблеяға. Москваға? Я Кішкене обязательно. коротко расскажешь, как там, какого числа, что, ол үшін не керек? Ол жерде ештеңе керек емес. Сен егер де өзіңнің статусың болса, онда сен так и так тегін өтесің. Қорғаған жағдайда тегін өтеді. Иә, қызыл кілеммен өтесің. Именно сол айда сен қорғау керексің. Вот баратын ай бар ғой, сол айда да сен Именно қорғау сол айда керексің. қорғайын деп тұр. Именно сол айда қорғау Именно сентябрьда қорғайын деп тұр. Ол былай ғой, например, болады ғой, кейде, например, директорлықты қорғайды, а сол, ну, например, 5-6 айда, 6 айда қорғап тастайды, иә, и еще 2 ай бар, допустим, ассамблеяға дейін. Вот сол, именно ассамблея болатын айда да, сол сенің статусың, қорғалған статусың қорғалу керек. Түсіндіңдер ма? Потому что... қараңызшы, мен әлі мысалы директор болған жоқпын, мен бара алмаймын Москваға. Енді қанша ай қалды бізде? Так, Үш ай қалды ма? Енді жоқ, любой статусқа бара Сен по бересің. красной не пушка. Просто платно болады да, онда. Өзің билет алып бара Например, бересің. қараңыз, мен августте директор болсам, вице-директор болсам, мысалы, августте бара аламын ба? Бесплатный компанияның жылы. Жоқ, виш қорғалу керек қой. 6 ай ғой. Ну ничего, былай да бара береді. Вообще қыздар, Бесплатно деген сен жолыңды өзің төлеп барасың. Ол жерде бесплатно саған билет просто вход. Слышишь? вход 2 күнге. Францияға бара алады ғой енді. Францияға бар ғой. Келесі жылы ғой, иә, конечно, оған үлгеру керек, конечно, үлгересіңдер. Вообще қыздар ассамблея, мысалы мынандай нелер болады ғой, событиялар болып жатыр ғой, обязательно міндетті түрде соларға барыңдар, баруға тырысу керек. Францияда қай уақытта болады?